Руси деген сен ба? Иә? Ақша қайда? Сендер не мен қорқытып тұрсыңдар ма не? Ақша қайда деймін саған, не? Ақша жоқ, айттым ғой болған кезде берем деп. Мына жерден... Мына белый камера сенікі ма? Соны орнына қоясың, түсіндің ма? Камераға теспей ақ қойыңдаршы батыр, мен қойып берем ақшаларын. Бізге ақша бүгін керек. Бүгін қойып берем кешке дейін. Сен қалай қойып бересің маған кешке дейін? Братан, мен қосымша жұмыспен айналысып жүрмін, сол жұмыстан алып берем сендерге. Не жұмыс ол? Бинамо ғой, братан. Не ол бинамо деген? Бинамо деген, братан, трейдинг қой. Акциялардың жоғары көтерілу немесе төмен түсу арқылы ақша табуға болады сол жерде. 2014 жылдан бері жұмыс істеп келатыр. Точно таба аласың ба әйтеуір? Жүрсе, братан, көрсетейін. Міне ғой, братан. Бинамо деген, мысалға 100 теңгеге алтын аласың да, братан. 150 теңгеге көтерілген кезде сат жібересің де 50 теңге пайда табасыз ғой өзіңізге. Одан бөлек ол жерде валюта, криптовалюта, тағы басқа акцияларды айналысуға болады. Ең бастысы, братан, бұл андай лохотрон, жаңағы сделка, ставка деген нәрсе емес. Одан кейін, братан, бұл жерде ең үздік трейдерлердің тізімдерін көріп шығуға болады. Солардың қалай сауда шеберлігінің арқасында ақша табатын барлығын көруге болады. Еще апта сайын бұл жерде жаңа трейдингтер, челлендждер ұйымдастырылып тұрады. Жақсы екен, не ма? Үйретсейші там бізге? Үйреткенде қарызымды жауап берсеңдерсіңдер, үйретем сосын. Қарыз болғанда бастыққа не айтамыз? Қанша қарыз едің? 3000 теңге. Ой, 3000 теңге ма? Бізге 5000 теңге құртып келдік қой біз деген. Уже минустамыз ғой. Болып та өзім жауап береміз. Үйретесің ба? 3000 теңге жауап жасайсыңдар. Жауап жасаймыз ғой. Болды, братан. Өзім үйретем. Болды онда. Жөн ішке кірейік, мен саған үйретем. Что там, не болды жағдай, айтып берші? Жағдай былай болды, братан. Есік алдында тұр едім маған күтіп. Қара писаткі ма, Сараковкамен келді да. Хамит осы райондікі ма деді. Осы район, братан ғой дедім ғой. Түсті, Макстен сәлем айт деп. Ұрып кетті ғой, короче, братан. А что, Ерболған? Білмеймін бауырым, что-то. Бір өнегер қалайын деп бауырым қойттап кетті ғой. Қазір звондап Севазға шығып берейік, негізші. Осында бол керек ол. Телефон өшіп жатыр. Інім беркеш. Ассалаумалейкум. Алейкум сәлем. Ассалаумалейкум. Ербол танисың ба? Универді қарайтын ба? Иә, таним. Бар шарып көш. Болды, братан. Көрдіңдер ма? Бір алып қалдыңдар. Енді сендер бастарынан шығатын болады. Не только сендердің, но артта өсіп жатқан братишкілерін в упор көрмейтін болады. Бұл жерде бірақ вариант бар сендерде қазір. Макстан районынан кіріп, жестко ответ беру. Братан, осы жол ше, бұл теманы бізге біз қолға алайық. Өйткені көрдік балдарды бір ретте. Талпан шықты ма, білмеймін, ұтылып жатыр ма, қашып жатыр ма, түсінбейді қойдым осын ше. Ана бірінші малойдан бастаймыз ау. Соның адресін біліп алып, соның көтін айырып, дальше қасындағы балалардың адресін біліп алып, соға тұстап бәтіндеп істейміз ау. Сол малой деген бір ретте қортық бесіз ба? Иә. Ассалаумалейкум, қалайсыңдар ағайындар? Жотам ағайындар, шапалақ беретін адам құсап, тезес болып тұрсыңдар ғой. Тыныштық па? Не болды? Трубканы алмай жүрсің ғой. Байқамаппын, брат, телефоным өшіп көп тұрған шығар. Қалай бұл? Жақсы, брат, шүкір, өзің қалайсың? Жақсы амайсың. Не болды соңғы кезде? Ана бір мен екінші көрсін балаларына күн бермейді дейін ма сен? Зай балаларын шығарып ақша жей береді аптасына 2-3 рет. Ақшадан қысылып жүрсің ба? Әлі кредиттеріңді ақ қоя ма? Болмаса айтса шешена бауырларың бұл кредитін жоқ берексеңші. Қой жоқ, брат, аптасына 1-2 рет қана шығар. 1-2 рет болса ше, Ербол, онда жалып түспейді үстінен. Ана туалетте ше өзің офисіңе болапсың. Әр 1 сағат сайын шеше 1 мен 2-ші курсын балаларын зіңгілдеп ұра береді дейді. Ана мұрын сынған ше баға бала. Қызылордадан келіп оқып жатыр сол бала ше. 1000 километр қашықтан келіп оқиды ше. Оқуға кеше ғана түсті.
уже мұрны сындырып тастағансың. Просто ата-анасына жалко да ше. Уайымдайды ғой, все-таки баласы ғой. Ербол, мен сенің аяқ қолыңды сындырып, районнан қой жерге шағым шешеді. Біз сен жігіттер болып ше, ровный жігіт қой деп осы универге қаратып қойдық та. Басқа районның балалары келіп сындырмасын деп, қаужамасын деп ше, груз іспесін балаларды деп. Солар істемеген нәрсені өзің істеп жүрсің ба айтқанда? Болды, брат, ең соңғысы болсын, бұдан кейін қайталанбайды. Макс, неге бұнда әңгіме көп әңгіме қылып тұрсың? Хорошо, на связи боламын да. Расход. Братан, онда мен жетіп аламын арттан. Ербол, бүгіннен бастап универге илхам қарайтын ба түсін ба? Оқуыңды оқып жүре берсейші, соңғы емес па? Бітіріп ал, бере ма? Хабарласамыз. Жиги бар ғой. Алло. Алло, ассалаумалейкум, Макс, братан. Мен ғой Расул Шанхайский. Қалай Расул амансың ба? Шүкір, жақсы. Братан, ана жаңалықтар естіп жатсың ба районда отқан? Жоқ, не жаңалық? Кеше сенің райондағы балдарың біздің врачпен істеп кетті ғой. Қой қылмаш, біз маларға кірген жоқ. Братан, білмеймін негізі нақты не болғанын, жаңағы Хамит айтып жатыр да мұнда. Короче, мындай болып жатыр енді. Бүгін, короче, біздің балалар біз болып саған қарай барамыз, районға кіріп барамыз, күтіп аласың ғой өзің. Болды, күтіп аламын ғой. Басқа да жаңалық болса айт. Адуши потом рахметімді айтамын ғой. Болды, онда хабар болса хабарласам. Что-то, Макс, тыныштық па? Короче, шанхайскілер қайттан кіріп келер екен. Хамиттің бля хуй его знает на. Бірәшкілерін тағы істеп кетті, бір деген сіртеңе, в общем, сылтау таппай қойды ше. В общем, бірәшкілерін бізге ара айдап жатыр дейді ғой. Күтіп алайық. Балдан келген сай. Че там, не вот? Тыныш сол үйделермен сөйлесіп қайтып едім ғой. Че там? Бірінші микроға кіріп, аралап шығамыз ба? Онда бірінші ана жаңағы малой дей ма, соның адресін біліп алайық та. Кеттік, ехала онда. Жүрек, Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Не болды? Әртіс сияқты киім киіп алыпсың ғой. Концерт қояйын деп келдің ба не? Қой же, братан. Жеге, общий салам. Уағалейкум ассалам. Ерому келген дұрыс болып бауырым. Отсай, районда тема болып отыршы, ақылдасып сияқты. Короче, жеге. Бүгін шанхайскілер келіп қайтан районға ше. Шуан Хамит тыныш жата алмай тұр едім ше, кеше бірәшкілер алып қалғаннан кейін. В общем, бізге қарай қайтан сігінетін причина таппай жатыр олар ше. Хуй его знает, бірәшкілерін қайтан сігіп кетіпсіңдер, туда-сюда әңгіме, в общем. Сказка әңгіме, в общем, айтқанда ше. Бір причина таппай жатыр біздің район қайтан сігінетін ше. Братан, олар молодежьмен кіріп келе ма или братандармен ба? Походу молодежь келеді ойым ше. Да, братан. Мен білем ғой оларды. Көрдім ғой на самом деле. Базара нет. Бір екеумізді став алып шакалт етіп кетер. Атақ қолдарынан дым келмейді олардың. Көрдім ғой өзім на деле келген кезде. Кешеде жүрді ғой шалпаңдап. Ладно, тогда, если там молодежка, давай своих пацанов потяну. Пока жинамай ақ қойыңдар. Курсқа қоя салыңдар. Егер чисто молодежь болса, по ходу дела көреміз ше. Короче, былай қылайық. Егер чисто молодежь кіретін болса, өздерің күтіп аласыңдар, өздерің істейсіңдер до конца. Братандар араласып жатса, өзі біз барамыз. Ема? Кетіп бір жеп алып жеге. Районда болмасыңдар, жай ма? Ой, қас келеміз.
братан сөйтіп тұта жібересің ба братан, телефонмен сөйлесіп жіберейін, звондап отырайық. Болды. Алло. Сәлеметсіз бе? Я, мен. Бір аптаның ішінде не жоп істеймін, бір апта уақыт берсеңіз. Жарайды. Болды. Рахмет, сау болыңыз. Что там, родной? Аманшылық па? Что-то сыртқа шығып, тығылып келді, сөйлесіп кеттің. Я, родной, походу ше мында тоқтай саласың ора ресторанға ше. Ішім өйтіп жатыр, жаңа чот не то жеп қойдым, кіріп шығайыншы резко. Вот, қамшы. Тезге шоу. Онда мен де кіріп шығайын, братан. Olma, қаңқайсыздар жоқ ана, шықшы бұрат. Да ну нахуй ищи. Не умолтай, родной. Бля, нахуй, не умолтай. Отырыз, сал машина. Жүрдіге пиздой, жүрдік. Отыр. Родной, телефон алып берейін, рейс звондап жіберейік. Татурка. Алло, ассалаумалейкум. Братан, что там, қайдасың? Жоқтас, болды, бараттық, мына жақта 50 сем қалды. 5 минутта боламыз, я. Давай. Жетті, братан, қыпшық. Нұрик, родной, магазинге барып қатса, сушын аласа, риске. Болды. Что там не оқып? Бля, братан, білмеймін, бля, пиздес болды мынау. Ой, жаңа микроен аралап жүргенбіз ғой, короче. Микроен аралап жүрген кезде Нұрик екеуміз енді туалет кіріп шыққанбыз. Туалет кірген жағдайда, бля, білмеймін, андыды ма, андымады ма, ана 50 істеп кетеді ғой. Енді анды деп ойламаймын, білмеймін енді, бля, братан, арамызда креста бар деп ойлаймын. Не деген менде бауырым ғой енді. Қалай ойласам да жаман ойлағым келмейді негізі. Өйткені бүгінгі Нұрик мутный болды да слишком. Енді братан өзім деген, бля, білмеймін. Қақтан біз күтіп алды, дәл сол жерде еще ше. Бля, ойламаған жерден болып қалды да, короче. Соны түсінбей жатырмын да әлі деген. Енді білмеймін, братан, енді өзің қалай ойлайсың жалпы? Бауырлардың аттарын әңгіме айтпан ондай, конкретно дәлел болмаса ше. Айтасың бетіне айтыңдар. Дәл қазір үйге бардыңдар, демалыңдар. Машина қалдырып кеттіңдер. Еще хабар беремін өзім. Болды онда, братан, жақсы.